Баршаңызға қайырлы күн, достар. Күннің ыстығында шөлде немен басамын десеңіздер, осындай каркадемен лимон қосып, және де қант қосып компот сусынын жасаймыз. Алдымен лимонымызды жуып, екіге бөліп, жіңішке етіп турайсыздар. Лимонда витамин көп, яғни С дәрумені бар. Бұл иммунитеттің көтерілуіне көптен көп пайдасын тигізеді, және де каркадеде көптен көп пайдалы әсері бар. Каркадені суға бір шайып алып, ыдысымызға суымызды құйып, каркадені салып, үстіне туралған лимон бөлшектерін және қантымызды саламыз. Біз қантты 1,5 стакан салсақ жетеді, 5 литр суға. Өте әдемі, қою, қызыл түс беретін, шөлде басатын компотымыз, сусынымыз дайын болады. Міне лимондарымызды салдық, отқа қойып, қайнатып, тұндырып, ауыз ашарда шөлдеген адамға ұсынсаңыз болады. Рецептін ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қантымыз отқа қойғаннан кейін бірден ериді. Он минут қайнатқаннан кейін тұндырып, суытып қоясыздар. Міне компотымыз дайын. Каркаде қосылған лимон сусыны алдарыңызда. Ас болсын, ораза қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Балаларға да, үлкен кісілерге де суықта және ыстық күйде, шай түрінде ішсе де, сусын түрінде салқындатып ішсе де болады. Дәмі ерекше, керемет.